Самға оңалту орталығында мүмкіндігі шектеулі жандар арасында ерекше спорттық спартакиада ұйымдастырылды. Аталған шара орталықта ем алып жатқан азаматтардың денсаулығын нығайту, белсенді өмір сүру салтын қалыптастыру және өзара достық қарым-қатынасты арттыру мақсатында өткізілді. Толығырақ бейнесюжетте. Спартакиада қатысушыларға көтеріңкі көңіл күй сыйлап, олардың спортқа деген қызығушылығын арттырды. Жарысқа әртүрлі жас ерекшелігіндегі орталық қызмет алушылары қатысты. Бағдарлама аясында жеңіл спорттық ойындар, үстел ойындары және икемділік пен шапшаңдықты талап ететін сайыстар қамтылды. Қатысушылар өз мүмкіндіктеріне қарай бақ сынап, белсенділік пен табандылықтың үлгісін көрсетті. Іс-шараның ашылу салтанатында орталық мамандары спорттың адам өміріндегі маңыздылығын атап өтті. Олар тұрақты дене қимылын оңалту үдерісінің маңызды бөлігі екенін, сондай-ақ адамның психологиялық көңіл күйіне оң әсер ететінін жеткізді. Бұл спартакиада тек жарыс емес, сонымен қатар рухани серпіліс алаңы болды. Жарыс барысында қатысушылар бір-біріне қолдау білдіріп, ерекше ұйымшылдық танытты. Әр жеңіс пен қуанышпен қарсы алынып, әр қатысушының талпынысы жоғары бағаланды. Көрермендер мен ұйымдастырушылардың ыстық ықыласы спортшыларға күш-жігер беріп отырды. Самға орталығында дәл қазір спартакиадалық жарыс өтуде. Дәл қазір мен жанында тұрған осы жарыстың көрермені. Қалыңыз қалай, апай? Жақсы. Қайдан келдіңіз? Мен Қазығұрт ауданынан келдім. Қазығұрт ауданынан келдіңіз. Осы жерде ем алып жатқаныңызға неше уақыт болды? Ем алып жатқаныма 10 күн болды. Енді саламатсыздар ма, мына бүгінгі көпшілік қауым. Мына Қазығұрт ауданынан келіп отырмын. Мына келгенімізге ем шараларымыз жақсы. Емдеріміз жақсы алудамыз. Мына Құда қаласа бүгін осындай спартакиада өтіп жатыр. қатысып өтіп жатырмыз. Мынау енді жалпы осы жердегі емге тоқталайықшы. Осында жарыстар жалпы жиі ұйымдастырылып тұра ма сіздерде? Біз келгелі бұндай жиындарды енді көріп жатырмыз, бірақ біз келгелі 10 күн болды. 2 күннің ішінде Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінің концертін берді. Кеше қыздар келіп, Түркістан облысынан медколледждің қыздары келіп, өнерлерін көрсетіп, концерт беріп кетті. Енді өзіңіз алғаш рет осы жерге келіп тұрғаныңыз? Алғаш рет осы жерге келуім. Жалпы қалай сізге? Жақсы болады. Бүгінгі жарыс қалай өтіп жатыр? Енді жарыс енді жақсы деңгейде өтеді деген ойдамын. Жақсы болады деген ойдамын. Осы жерден өзіңіздің замандастарыңызды таптыңыз ба? Оны таппадым. Таппадыңыз ба? Бірақ жалпы дұрыс, е? Жалпы дұрыс. Енді көрермендерімізге өзіңіз не айтасыз, Намира апа? Көрермендерге болғанда не дейміз? Бізге мына өкіметтің осындай жағдайымызды жасап, оңалту орталығына бізге рұқсат беріп, осы жерге келіп, ем-домызды алып, бізге жақсылап жағдайымызды жасап жатыр. Жақсы, барлығы ойдағыдай, көңілдегідей, жастар бар, апалар бар, қыздар, келіншектер бар. Бәріміз жақсы ойнап жатырмыз деген үміттеміз. Ем шарамыз жақсы. Мына қыздардың қызметтері де жақсы, тамақтары да жақсы. Келіңіз, кетіңіз, жүріңіз, отырыңыз, тұрыңыз деп бізге қызметтерін көрсетіп жатыр. Одан басқа бізге не керек? Осы спорт залға кіріп тұрасыздар ғой? Спорт залға азанғы сағат 7-те келеміз, содан кешке 6-ға шейін осы жердеміз. Демек бәрі дұрыс. Жақсы. Спартакиада соңында жеңімпаздарға арнайы дипломдармен және алғыс хаттармен марапатталды. Дегенмен бұл шарада ең басты жетістік жүлде емес, қатысушылардың өзіне деген сенімінің артуы болды. Олар өз мүмкіндіктерінің шексіз екеніне тағы бір мәрте көз жеткізді. Мұндай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасын табады. Спорттық шаралар арқылы мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамға бейімделуіне, белсенді өмір сүруіне жағдай жасалуда. Самға оңалту орталығында өткен бұл спартакиада қатысушылардың жүрегінде жылы естелік болып қалары сөзсіз. Спартакиада аясында қатысушылар тек спорттық қабілеттерін ғана емес, өзара сыйластық пен достықтың үлгісін де көрсетті. Құрметті көрермендер, бүгін нөмірі 6 Самға оңалту орталығында спорттық спартакиада басталды. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай артымызда көрермендер барлығы улап-шулап, бір-біріне жанкүйер болып, қазір мұнда 50-ден астам осында ем алушы өзара екі командаға бөлініп
спорттық сайыс өткізуде мінекей қазір әпкеміздің қолында осындай доп бар. Жүре беріңіз, сәттілік тілейміз әпке. Жалпы бұл спорттық ойын Самға орталығында әрине жиі ұйымдастырылып тұрады. Мұның барлығы осындағы ем алушылардың жағдайын жақсарту мақсатында, денсаулығын ойлау мақсатында. Мінекей Сұңқар командасынан келе жатқан ойыншы қазір келіп, осында мінекей мынау баскетбол алаңшасына допты лақтырады. Мінекей қазір келіп қалды. Қалай лақтыратын бірге көреміз міндетті түрде. Мінекей Сұңқар командасының ойыншысы әттең-ай біреу түспей қалды. Мінекей екінші допта түспеді. Үшінші мүмкіндік. Мінекей осындай доппен ойнаған. Мінекей төреші айтып жатыр, Сұңқар тобына әлде кеш емес деп жатыр. Келесі екі ойыншы бар, үміт тағы екі ойыншы да. Осымен спорттық сайысымыз осылай жалғасуда. Көпшілігі үшін бұл жарыс өз мүмкіндігін сынап көруге, қорқынышпен сенімсіздікті жеңуге үлкен қадам болды десек артық айтпағанымыз. Әрбір қатысушының алаңға сеніммен шығуы олардың ішкі қайсарлығы мен өмірге деген құлшынысының айғағы. Мұндай шаралар оңалту үдерісін жандандырып қана қоймай, қоғамда инклюзивті мәдениетті қалыптастыруға да ықпал етеді. Спартакиада арқылы қатысушылар өздерін қоғамның белсенді мүшесі ретінде сезініп, жаңа мақсаттарға ұмтылуға жігер алды. Бұл бастама алдағы уақытта да дәстүрлі түрде ұйымдастырылып, көптеген жандарға шабыт сыйлайтыны анық. Бағдәулет Ерланұлы, Әбубәкір Анарбайұлы, 7/7 News.